Жетісу облысы боюнча мемлекеттик эмгек инспекциясы департаменти башчысынын міндетін атқарушысы Еркін Дәулетұлы. Кайырлы күн, хош келдиңиз. Акпаратпен бөлүшүү үчүн сөз сиздин өзүңүзде. Күн кайырлы, рахмет. Саламатсыздарбы, құрметті әріптестер. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Өз тарапынан былтырғы жылдың жұмыс қорытындысы бойынша және ағымдағы жылдың өткен кезеңі бойынша қысқаша ақпарат айтуға рұқсат беріңіздер. Жетісу облысының мемлекеттік еңбек инспекциясы департаменті былтырғы жылдың қорытындысы бойынша атқарған жұмыстар жөніндегі ақпараты. Департаментте былтырғы жылы 783 тіркелген өтініштердің негізгі бөлігінде жұмыскерлердің еңбек етуге деген конституциялық құқықтарына, еңбек кодексінің баптарын түсіндіруге, еңбек дауларына, жұмыс берушінің заңсыз әрекеттеріне, қауіпсіздік пен еңбекті қорғау талаптарына қатысты мәселелер қамтылған. Еңбек заңнамасының ең көп таралған бұзушылықтары болып, жалақыны уақытылы төлемеу, жұмысшылардың еңбегін бұзу, еңбек шартын жасамай жұмысқа тарту, еңбек жағдайларының өндірісі жарақат бойынша өріскен бұзу болып саналады. Департамент азаматтардың арыз шағымдары бойынша 91 тексеріс жүргізді. Нәтижесінде 80 заң бұзушылық деректер анықталып, оның ішінде еңбек саласында 73, еңбек қауіпсіздігі бойынша 7 заң бұзушылық анықталды. Ұйымдардың 16 кәсіпорынның 272 жұмыскеріне 193 миллион 100 мың теңгеге жалақы бойынша берешегі анықталды. Аталған берешек бүгінгі таңда толыққан төленіп, жұмыскерлерге аударылды. Жалақы бойынша берешегі және еңбек құқығының бұзылуы анықталған кәсіпорындардың басшыларына шұғыл орындауға міндетті 49 ұйғарым берілді және 10 миллион 100 мың теңге сомасында әкімшілік айыппұл салынды. Бүгінде айыппұлдар мемлекет қазынасына толық өндірілді. Облыстың ұйымдар мен кәсіпорындарында жұмыскерлермен еңбек қызметіне байланысты 31 жазатайым оқиға деректері анықталып, 34 жұмысшы зардап шекті. Департамент пен облыстық бақ өкілдерімен бірлесіп, біз былтырғы жылы сіздермен брифинг жүргіздік. Кәсіпорындарда 164 семинар өткіздік. Ал ағымдағы жылы 226 өтініш тіркелді.